Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі мен сіздерге ұсынатын рецебім картоп пен еттен жасалатын өте жылдам дайын болатын духовкада пісірілетін тағамның бір түрі. Өте тойымды және де дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағамды жасау үшін бізге 1,5 килограмм картоп қажет болады. Осындай көлемде, орташа көлемде картоптар. Енді осындай үлкен ыдыс алып, картопымызды теркадан өткізетін боламыз. Терканың жалпақ түрі керек болады. Осылай жұқа пластинка етіп, барлығын теркалап шығамыз. Дәл осындай жұқалықта болған дұрыс болады. Егер теркаларыңыз болмаса, жай ғана пышақпен жұқалап кессеңіздер болады. Міне осындай әдіспен де істеуге болады. Шанышқыны, егер де қолдарыңызды кесіп алатын жағдай болып жатса, осы шанышқымен осындай әдіспен жасауға болады. Картоптарымды барлығын жасап болып қалдым. Міне осылай жылдам істелетін әдісі. Картопымыз дайын. Енді осы картоптың үстіне 1 шай қасық толтырып тұз қосамыз, және де сұйық май құямыз. 50 граммдай сұйық май жеткілікті болады. Екеуін қосқаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Құйғаннан кейін енді әр қайсысына дос түсінетіндей етіп, қолмен егерде қасықпен күрекшемен ыңғайсыз болса, қолмен жасап тұрып араластыруға қажет болады. Өйткені әр қайсысын картопымыздың орталығын ашып, дос түсінетіндей ету керек. Мен солай қолмен араластырдым. Қолмен ыңғайлы болады. Достар, бүгінгі осы рецептіміздегі ұнап жатса жасап көріңіздер. Ауызашарға өте тойымды, өте нәзік болып, сочный болып шығатын тағамның бір түрі духовкада жылдам дайын болады. Енді ортасын салатын салмасын ілеміз. Етін бізге 500 грамм ет қажет болады. Менің пісіретін протеинім үлкен болғандықтан мен 500 грамм ет алдым. Егер де аздау істесеңіздер, аздау протеинға істесеңіздер, осы еттің жартысын ғана қоссаңыздар жеткілікті. Енді осының үстіне бір үлкен пияз тураймыз, немесе орташа көлемде болса 2 пияз турап, осы кішкентай бөліктерге турап қосыңыздар. Және де дәмдеуіштер, сарымсақ қосамыз. Тәтті бұрыш болса тәтті бұрыш қосып жеңіздер. Сочный болып шығады етіңіз. Және де аз көк пен петрушка қосамыз. Дәмдеуіштер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша етке арналған дәмдеуіш қоссаңыздар, және де қара бұрыш, тұз қосып араластырыңыздар. Бұл етке егер де болса үйлі асқабақ қоссаңыздар да өте нәзік болып шығады еттеріңіз. Жаңағы тәтті бұрыштың орнына асқабақ қосып істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің етіміз дайын болды. Енді протеинімізді алып, ішіне сұйық май қойып, сұйық майын жағып, тағамымызды сала бастаймыз. Аздап сұйық май қосып, жағып қолмен. Енді картопымыздың жарты бөлігін өстіп астына бір жайып шығамыз. Астыңғы бөлігін кішкене қалыңдау қылып та жаюға болады. Осылай бір қабат жайып шыққаннан кейін етіміз саламыз ортасына. Міне осындай қалыңдау қылып жайдым. Енді еттің барлығын тегістеп, бір келке етіп, осы тағамның үстіне салып шығамыз, картоптың үстіне. Осы уақытта мен духовкамды қыздырып қойдым, 200 градусқа. Қызып тұрған пеште жылдам піседі, сондықтан да қыздырып қойыңыздар. Міне осылай барлығын тегістеп жайып шығамыз. Етті салып болғаннан кейін үстіне екінші бөлігін, қалған бөлігін картоптың дәл осындай етіп, тегістеп, жұқалап жаямыз. Картопымыз салып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 35-40 минуттай дәл осы картоптың өзін ғана пісіреміз етпен. Піскеннен кейін міне картопым пісті. Енді бетіне осылай күштен өткізген сырды қосамын. Егер де сыйларыңыз болмаса, жай ғана өзін пісірсеңіздер де дәмі керемет болып шығады, нәзік болып, өте дәмді болып шығады. Егер де бетінде кішкене корочка болсын десеңіздер, жұмыртқаны өзін араластырып, бір ыдысқа жұмыртқаны араластырып, осылай бетіне құйып жіберіп, 5-10 минутқа салсаңыздар, бетінде қабыршықтанып өте әдемі болып шығады. Сырдың орнына соны жасап көріңіздер. Сырды жайып болғаннан кейін үйлеріңізде қызанақ болса, ортасынан бөліп, осылай бетіне әдемілеп жаюға болады. Достар, міне мен тағам дайын болды. Сырды жаққаннан кейін духовкаға 15-20 минутқа салып алдым. Өте әдемі керемет болып шықты. Сізге қазір ыстық күйінде кесіп көрсетемін.
қызанақты әдемілік үшін де және де ішіндегі сорпасы біздің сиырымызға кеуіп қалмауға өте осындай әсерін береді, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер осылай. Егер де достар бүгін сізге рецепт ұнап жатса, менің каналымды, менің арнамды қолдап қоюға ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана астына комментарий бөлімінде өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып, және де лайк басып қойыңыздар. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Менің тұрақты көрерменім болыңыз. Сізге өте қуанышты боламын. Егер де осы рецепт ұнап жатса, жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін ұнаған болса, астына комментарийға міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Сіздердің комментарийларыңыз, сіздердің лайктарыңыз менің каналымды ары қарай жылжытуға өте үлесін қосады. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.